Бұланты шайқасы. 1728 жылы Ұлытаудағы Бұланты өзенінің бойында Қарасиыр деген жерде қазақ жасақтары ірі жеңіске жетті. Ал бұл Қарасиырдың тағы бір атауы айран төгілген. Қазақ, қырғыз және басқа халықтар жауынгерлерінің жалпы саны 60 мыңға жеткен. Қанды шайқас болған жердің аты қалмақ қырылған деген атаумен қазақ халқының есінде тарихи атау ретінде мәңгі сақталып қалды. Енді осы шайқаста жоңғарлардың 10 мыңға жуық жауынгерлері қаза тапты. Жоңғарлардың жер қайысқан, қалың қолы жеңілістің не екенін білмейді деген жалған аңызды жоққа шығарды. Қазақстанның солтүстік батыс өңірі азат етілді. Енді осы жерде Қанжығалы Бөгенбайдың ұсынысымен жоңғарлармен шайқаста қаза тапқан қазақ жауынгерлердің денесі Ұлытаудың басына шығарылып жерленген болатын. Сонда 1727 жылы Севан Рабданның өлімі, Жоңғарияда өзара қырқыс соғыстардың басталуы, цимдердің шабуылға көшуі қазақ жасақтарына шабуылды табысты өзгертуге көмектескен болатын. Келесі Аңырақай шайқасы. 1730 жылы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік батыс жағындағы Итешпес Алакөл деген жерде болды. Шайқасқа кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан тікелей басшылық еткен еді. Шайқас даласында жеңіліске ұшырап, аңырап қалған жері Аңырақай деп аталып кеткен екен. Ұзақ жылдарға созылған қазақ-жоңғар соғысында түбегейлі өзгеріс жасалды. Енді жоңғарлар Іле өзенінен бойлап еліне қарай шегінді. Осы жерде Жетісу іс жүзінде азат етілген болатын. Мысалға Мұхтар Мағауиннің сөзіне көңіл бөліңіздер. Бұлай дейді: егер Бұланты мен Аңырақайдағы жеңістер болмаса, қазақ ордасы осыдан 100 жыл бұрын мүлде тозып құрып біткен Ноғай ордасының кебін кешер еді деген екен.